Assalamu alaikum көрермендер. Бүгін бізде мына жерде алюмин припойды мыс фильтрге пайкалайтын боламыз. Жалпы бұл ең қиын жер деп айта аламын. Өте бір ыңғайсыз осы жер деген себебі деген мына мысқа алюминді пайкалаған кезде мына алюмин деген жалпы екеуінің балқу температурасы екі түрлі да. Екеуінің балқу температурасы екі түрлі. Сол үшін оның екеуінің температурасын өте бір сондай орталықта ұстап припойды құйып үлгеру керек. Оның өзінің припойы болады, мыс пен алюминді қосқан кезде пайкалайтын өзінің припойы бөлек болады. Оның ішінде флюсі болады, ішінде мана припойдың ішінде түрі алюминге ұқсайды. Жалпы холодильниктердің бәрінде бұндай болмайды. Негізінде 95% холодильниктерде припой деген мыс болады. Ал кейбір холодильниктер болады. Міне осы холодильниктегі сияқты бұл жерде припойы жаңағы капилляркасы алюмин. Оны жалпы пайкалаған кезде осылай қолың қатты үйренген болмаса өте қиын. Холодильниктердің ең қиналатын жері осы жер шығар. Қанша жыл болса да осы осыған келген кезде қатты мән беріп мұқият пайкалау керек та. Себебі кішкене көп ұстап қойсаң алюмин припой капиллярка іші жабысып қалады да. Іші жабысып қалса ішіне уже френ бармай қалады. Осы кішкентай капиллярка арқылы ішіне френ барады. Мына жерде тырсып жатыр, болмай жатыр. Жалпы общий 4-5 фильтр бүлінді ғой, осылай пайкалайым деп. Бірақ бәрібір істелінді. Алғысын айтып жатыр клиенттеріміз. Новый мотор салғанбыз жалпы на холодильникке. Белорусский мотор, Атлант деген. Китайский өзінің моторын алып тастадық. Белорусский мотор салдық. Енді мына фильтрінде міндетті түрде ауыстыру керек болатын. Соған осылай қиналып отырған жағдайымыз бар. Міне екінші фильтр кетті уже. Бірі уже жарамай қалды. Алюмин пайкалауға жарамай қалды. Оны мыс капиллярка бар холодильниктерге қолдануға болады мына фильтрді. Таза фильтр, ешқандай проблема жоқ фильтр, бірақ мына аузы дейтін алюмин пайкаланып қалды. Оның бір жолдары бар. Мыс припойға, мыс капилляркаға жалғап жіберуге болады. Мыс оңай болады пайкалау алюминге қарағанда. Сол түрлі қылып пайкалап отыр. Қалай пайкалау мүмкін болса солай іліп қойып та пайкалап отырық. Осылай қойып та пайкалап отырық. Қайсысы әйтеуір шықса соны солай істеп отырық. Көріп отырық бәрінде, іш жүзінде. Жалпы қиын жері.
енді осы жер жалпы мына мысты балқытып тұрып мысты балқытып тұрып резко тигізіп қалу керек, а то бұл жерде негізі дұрыс емес істеп жатырмын, көп ұстап қойып жатырмын жалпы сыртымнан қарағаныз, бірақ сол басында істеп отқан кезде олай көрінбейді да. Былай сыртынан қарасам көп ұстап отырған сияқтымын. Бұл фильтрімізде уже былай айтқанда істен шығып қалды. Тек бір істеп үлгеру керек, оны бір құйып үлгеру керек, сол кезде жабысып қалады. Болмаса ол уже міне жарамай қалады. Бұны да алып тастап жатырмын. Бұл екінші фильтр уже кетіп жатыр. Жалпы ерінбеу керек, істеп қарай беру керек. Шығын шықпай кіріс кірмейді дегендей. Бәрібір шығын шығармасаң кіріс кіру қиын болады. Біреуінен шықпады ғой деп қойып кету де болмайды да. Сонда үшінші фильтріміз. Үшінші фильтрді істеп қарап отырық. Қайтпау керек үшін. Қайтпай істей беру керек. Адамның істеген адам істейді дегендей. Паластарын күйдіріп алмау үшін трәпке қойып қоямыз. От тиіп кетпеу үшін, клиенттің үйінің заттарын бүлдірмеу үшін да. Осындай кейде қыздырған кезде шығып кетеді. Физикалық заңдарды қарап отыратын болсаң, балқыған кезде, температура көтерілген кезде сондай әртүрлі құбылыстар болады. Соның бәрін жалпы шет жағасын біліп жүргенде негізі жақсы, себебі біздің холодильник саласына физика өте қажет етеді, физика білу. Себебі салқын деген не ол, жылы деген не ол, мысалға. Соның бәрі физикада кездеседі екен. Негізінде мектептегі мамандықтарында кейбір мамандықтары өте пайдасын тигізеді осы өмірімізге. Мына жерде де жалпы түспей қалған, бірақ ішін көрсетіп жатырмын. Уже кірмей қалды ішіне. Ішіне уже қалып қойды алюмин. Капиллярканың жартысы. Мынау да уже істен шығып қалды. Енді төртінші фильтр салып отырық. До конца қойсын. До конца қайтпай істей беруге ниеттеніп істей беру керек. Біреу болмасын, біреу қалауымен болады. Жалпы неше жылы холодильщик болсақ та, осы алюминға келген кезде кішкене қиындау болып қалады. Ең қиын жерлерінің бірі деп есептеймін өзім. Холодильщик болып жүргенде осындай алюминмен көп не істейміз, жалпы кездеседі алюминдер. Іштері тесіліп кететін болады кейде. Көп жерлері алюмин ғой жалпы. Ішкі испарительдер алюмин болады. Испарительмен аржағынан келген турбаның қосылған жерлері мыспен алюмин қосылады. Кейде солар тесіледі. Соларды пайкілеу, ол қолды үйрету керек жалпы. Алюмин пайкілеп, олсыз болмайды. Ода жалпы көп ұстап кеттім ғой деймін. Көп ұстап кетсең уже болды деген сөз ғой.
үч фильтр ар жерде жатыр. Bir filtr iliнип тур. Ошо 4 фильтр. Ошо жарамай калды. Мынау умутуп калдым. Неше фильтр кеткен. Мынау жарады дейм. Осы фильтр нормальный болгон сыяктуу жалпы. Элерин карап, шлактарын түшүрүп bir текшерип алуу керек. Ошосу нормальный болгон сыяктуу. 4 фильтр ошо жарамай калды. Кичине суутуп алып атырк. Артын пайкилейбиз азыр буюрса. Осы этаптан өтсең калгандары оңай жалпы. Калгандар мына жерде моторго жалганган жерлерин жалпы мыс. 3 фильтр плюс 4 фильтр. Алюминге жарамай калды. Ай, 5-нчи нормальный чыкты әйтеуір. Азыр подача конденсатордон чыккан жерине пайкилейбиз буюрса. Инеменде кичине шлактарын алып максимальный көзүмдү жеткизип атырк. Пайкиленген экенине. Себеби алюминдеги сондай. Кээ бир жерлерин устамай калса, кичинекей тесик болот да. Сол тесиктен сосын жиберип турат. Сол үчүн мукуят карап алуу керек. Жалпы холодильник туурасында сурактарыңыз болса, комментарийга жазып отуруңдар. Кандай сурактарыңыз бар? Холодильник араларында холодильник бар болса, жазып отуруңдар. Кандай проблемаларга жолуктуңуз? Кандай проблеманы шеше албай калдыңыз? Кандай кызыктар болду деген сыяктуу. Ар түрлүү кызыктар да болот холодильник болгон соң. Эскисин болгондо мана пайкилегенибизди алып тастайбыз. Ордуна жаңағы пайкилеген саламыз. Биринчи капиллярка жагын пайкилемейбиз, негизинде мыс болсо. Алюминий болгон соң кичине жерге коюп, ыңгайлатып барып пайкиледик да. Сосын мына жагы сірә оңай деп мына жагын пайкилеп атырк.
Негізінде бірінші осылай іліп қойып, сосын припойды пайкілейміз. Капиллярканы припой дей беремін қайта. Капиллярканы пайкілейміз. Мыс болса егер. Мына жерде бірінші капилляркасын пайкілеп алдық. Проблема не болған соң. Толық көзімізді жеткізіп аламыз. Айнамен қарап. Артқы жағы көрінбеген соң осындай айнамен пайдаланып. Енді вакуум ерітеміз насосымызбен. Ішінде ауасын алып тастаймыз. Бұл 10 минуттай тұрады. Вакуум. Оған шейін фильтрді осылай суытып алуға болады, сулы трәпкімен. Клиентке түсіндіріп жатырмын. Кішігірім. Қасымда клиент отыр. Жалпы холодильниктер негізі мастерскойда жасаған безопасно болады, бірақ кейде емес, көбінесе үйде барып істейміз. Себебі адамдарға ыңғайлы. Үйде істеген апарып жүрмейді, газель жалдап. Сосын біздерде үйге баруға келісеміз да, үйге барамыз. Жалпы бізге де холодильникті қозғамай бір орында істеп кеткеніміз жақсы болады. Себебі жолда мастерскойда істелінсе, клиенттер өздері алып баратқан кезде жолда кішкентай мынандай алюмин капилляркілерін үзіліп кете қойса, қайтадан френ шығып кетеді. Сосын біздер барып үйінде тұрған жерінде істеп, қайтадан орнына қойып, кеткенімізді жөн көріп үйіне барып істейміз. Клиент те тыныш болсын, біз де тыныш болайық деген сияқты. Жалпы солай жақсырақ болады, абзал. Он минут вакуум ерітеміз. 10 минуттан кейін френін құямыз. Будильникке қоямыз. 10 минутқа будильникке қоямыз да. Сосын 10 минуттан кейін будильнигімізді шырылдағаннан кейін кейде ұмытып кетесің, будильник қоймасаң. 10 минут деген зулап шыға келеді. Жалпы фильтрлер жарайды. Жаңа айтқандай мыс капиллярка пайкілеуге. Алюминға келіспейді енді. Іштері бітеліп қалды. Алюминға новый пайка фильтр пайкілеген жақсы. Көрініп тұрады, тап-таза болып дегендей.
Мына бизде индезит деген холодильник жалпы көп болмаган жалпы. Моторлары тез кетип атыр. 2-3 жылда. Китайский мотор коят холодильникти арзандатуу үчүн заводда. Сол үчүн тез кетет моторларды. Биздер Атлант деген белорусский мотор коебуз. Көп жасайсың, көп жасоо үчүн да, ягни жалпы тажрыйбеде сол моторлор өтө жакшы көрсөттү өзүн. Нече жылдан 2007-тен бери жасап тургандары бар. Ескі холодильниктерден кеткен моторлар бар да, жалпы Атлант деген тажрыйбеден жакшы көрсөткөн өзүн. Сол себепті біздер де сол Атлантты коямыз клиентімізге бір шығындалсын деп, екінші рет шығындалмасын әйтеуір. Не болдық, байкілеп әдемі шықты бұл, алхамдулилля. Енді френ құямыз. Манометрге қарап отырып, тәжірибе бойынша құя береміз. Біздер қолдарымыз үйренген, алхамдулилля. Сол себепті біздер манометрмен қарап отырып, давление қарап құя береміз. Жалпы весімен құятындар бар. Әр кезде әр түрлі. Енді мына кезде бізге весі қажет етпейді. Мына холодильниктерді қолымыз үйренген. Жалпы видеоның соңына дейін қараған болсаңдар, каналға жазылып қойыңдар, комментарий жазыңдар. Жүз деген мотор, міне осындай болады. Атлант мотор. Жақсы моторлардан. Ең жақсы моторлардан деп айтуға болады. Белорусиядан шығатын. Жалпы осы алюмин пайкілеп қолды үйрету керек. Егер холодильник жасап үйренем десеңдер, міндетті түрде алюмин пайкілеп білу керексіңдер. Бәрі кезде кездеспегенмен, зато кездеседі жалпы осындай кездер болады. Жай-жайдан аз-аздан құйып отырамыз, давление қарап. Давление қарап құйып отыра береміз, шелеп. Пока өзінің давлениесін ұстағанша. Каждый құйған сайын давление отырады. Циркуляция болып атқан себепті. Азғантай бір 15-20 минут асып кетсе, френ құямыз. Ашып жауып
Кыйып отырасың осылай. Осымен видеомыз соңына жетті. Жалпы осы жерде мыс фильтрге алюмин капиллярканы пайкілеуді көрсеттім жалпы. Осымен болды. Переходниемізді шешіп аламыз. Клиентімізге тапсырамыз. Кішкене бері қарай шығып тұрмасын деп қайырып түсеміз осылай. Холодильникті клиентімізге тапсырамыз. Ақымызды аламыз. И дальше кетеміз. Басқа холодильниктер бар. Заказдар көп қазір.